Армысыздар әңгіме жинағы каналының көрермендері. Сонымен әңгімемізді бастайық. Тоқал деген әрбір әйел үшін жүрегіне ауыр соққы, әрі көзге шыққан сүйелдей көрінетіні айтпай-ақ білерсіздер. Қазақ халқым тоқалды не үшін алғандығы бәрімізге белгілі ғой. Бұрынғы бабамыз тоқалды еріккеннен алмады, онда да ол біреудің жесірі, жетімі. Көздерін жәутеңдетпей, аш қалдырмай, бәйбішесін сүйсе де шарасыздан тоқал алуға мәжбүр болған. Қазір Аллаға шүкір, бәрі бар. Жесірі қалса да балаларын аш қалдырмай, ешкімнен кем қылмай өсіріп жатқан қайсар аналар жетерлік. Бірақ ойы таяз, әбден тойынған еркектер бұны түсінбек түгілі санасына ойламайтыны өкінішті. Ләйла, өтінемін, бұлай жасамашы. Әлі тым жассың ғой, менің күйеуінен бас тартшы. Балаларымды аяшы, өтінемін, аяғыңа жығылайын. Ақша десең, ақша да берейін, тек отбасымның шырқын бұза көрмеші, деп қаншама рет жалынған, жылаған Толғанайдың сөзінде өзінде елемеді. Күйіс қайтарған сиырдай ауызы шайнаң-шайнаң еткен Ләйла, мені 5-10 теңгемен алдамақсың ба? Қарай көр мынаны, өзің менен тым ақылды санайды. Сен тұрған зәулім сарай, қымбат көліктер, тағы басқа дүниелердің иесі ендігі жерде менікі болады. Енді мазамды алма, әйтпесе Мәуленнен мәңгіге айрыласың. Толғанай соңғы кезде әбден жүдеп кетті. Өзін аспандағы айға теңейтін Ләйланы отбасынан алыстатамын деп ақ жүйкесі де жұқарды. Кейде ойына күйеуінің тоқалын өлтіріп тастауға дейін барады. Бірақ бұл ойынан өзі де қорқып кететін. Сіздерге түсінікті болу үшін Толғанайдың өмірін басынан бастап баяндап берейін. Отбасы жағдайы қарапайым, ел қатарлы өмір сүріп жатқан Толғанай аға-сіңілдерімен бақытты өмір сүріп жатты. Үйдің ортаншысы әрі қыздардың үлкені Толғанай өте сұлу қыз болып бойжетіп келеді. Ауыл жігіттері іштей тамсанып, көрген сайын жүректері кеудесінен шығардай дүрсілдеп соғатын. Батылы жеткендер сөзде айтты. Бірақ сұлу қыздың жүрегін жаралаған өзінің сыныптасы Мәуленге ғашық еді. Ол да өзіне антық екенін білетін қызға, әрі ауыл жігіттерінің қолы жетпейтін сұлуды жанынан кетірмей, дос ретінде араласып жүрді. Өзінің сұлулығына сенетін Толғанай Мәуленнің өзіне сөз айтатын күнді тағатсыздана күтіп жүрді. Бірақ жігіттің асығар түрі жоқ. Мәулен де жігіттердің ішіндегі көз тартатын сымбатты денесімен, сүйкімді көрсететін бұйра шашымен қыздардың арманы еді. Құр сұлулықтан не пайда, жүрегінде тұрақтылық сезімі жоқ жан еді. Әр гүлге қонған ара сияқты әр қыздың жүрегіне бір үміт беретіні тағы бар. Мәуленнің бұндай қылығына Толғанай көз жұма қарады. Өйткені ғашықтықтан көз соқырға айналғандай. Мәуленді көрсе, ренішін бірден ұмытып кететін. Байғұс қыз жауапсыз махаббаттың шырғалаңына шығар емес. Анасы да бар сырын жайып салған еді. Анасы біраз ақыл айтып, бұл жігітті ұмытуын талай айтты. Мәулен үйдің жалғыз ұлы, әке шешесі де бақуатты. Әкесі ауылда әкім. Қолында билігін пайдаланатын ақшақұмар әйелдер сол әкімді айналшықтап ауылға да аты шыққан еді. Анасы да беті жылтырағанымен оның да көңілдесі бар. Одан кейін балаға қандай тәрбие берсін? Бейкүнә қызының жүрегі Мәуленге байланып қалғанын естіген ана күнде уайымдайтын. Қызын ешқайда жібермей, әрі Мәулен туралы айтса ұрсып тастайтын. Тіпті Мәуленнің ата-анасының дұрыс емес жандар екенін талай ашықтан ашық айтса да,
қызы мүлде елемеді. Бар ойы мен санасы сол жігіт жаулап алғандай. Соңғы мектеп бітіру кеші де келіп жетті. Міне, барлық түлектердің жүректері қобалжып, ересектер өміріне қадам басуға дайын. Толғанай ботадай көзімен қайта-қайта ғашығына қарап қояды. Ішінен бүгін маған сөз айтады деген үміті де бар. Оны түсінетін Мәулен бе? Кеш те болды. Кешкі отырысқа қыздардың бәрі гүлдей жайнап отырысқа сән бергендей. Жігіттер жағы тығып сырада қойды. Толғанай ғашығын қанша күтсе де өзі ойлағанындай болмады. Ашулана жігіттерге, қане, маған да сыра құйыңдаршы, біз де тартып көрейік деп өз стаканын ұсынды. Іштерінде аздап градус бар сыныптасы ол Толғанай жарайсың, қолдай кетті. Бір емес, бірнеше стакан ішкен Толғанай масайып қалды. Мәулен, мені үйге жеткізіп салшы, тек өзің ғана. Саған айтар әңгімем бар деген Толғанайға басқалары күле қарады. Олар қыздың Мәуленге ғашық екенін білетін еді. Толғанай мен Мәулен көшеде жаяу жүріп келеді. Таза ауаға шыққан қыз аздап есін жинай бастады. Бар ұятын жиып қойған Толғанай, Мәулен, осы уақытқа дейін сені ғана сүйгенімді білесің бе? Мені кешір. Мен өзімді ғана ойлаппын. Сенің маған деген сезімің мүлде жоқ екен. Үміттеніп жүрген өзімнен де кінә бар. Сықылықтай күлді де көздерінен ыстық жас аға бастады. Толғанай, бұлай жасамашы, есіңді жи деген Мәуленді қатты қысып құшақтаған қыз жігіттің ернінен сүйіп алды. Өз қылығынан ұялған сұлу тез есін жинап, кешірші деген сөзді айтты да үйіне қарай жүгіре жөнелді. Артына күле қарап тұрған Мәулен басын шайқап, өзін бір түрлі күйде сезінді. Қызға қанша сөз айтып, жүрегін жараласа да, ешқашан ол қыздардың ернінен сүймек түгілі құшақтамаған еді. Алғаш рет Толғанайдың құшағында әрі ернінен сүйіп алғаны есіне түскен сайын жүрегі сыздап қояды. Көзін жұмып, қайта-қайта көз алдына елестетіп күліп алады. Толғанай болса, сол күнгі қылығынан ұялып, кірерге тесік таппай, үйде ешкім жоқта жастыққа басын басып, жынды адамша айғайлап алады. Бірде үй телефоны шыр ете қалды. Толғанай сыныптастары шығар деп көтерген еді. Мәулен екен. Ұялған қыз тұтқаны қоя салды. Екі беті дуылдап, құлағының ұшына дейін қызарып кетті. Қайта-қайта шырылдаған телефонды көтерген Толғанайға тұтқаны тастамашы. Толғанай, мен де сені ұнатамын. Бүгін кездесейікші деген Мәулен жалына сұрады. Қобалжыған әрі толқып кеткен қыз, жарайды деген сөзді әзер айтты. Анасынан тығылып кездесуге шыққан Толғанай мен Мәуленнің арасында тәтті сезім алаулап, бір күн көрмесе сағынып, қимас сезімге ұласты. Кездескен сайын еріндері табысып, өздерін сондай бақытты жандар сезінді. ұбт-ның уақыты жақындап келеді. Толғанай болса, тестке дайындалуға мүлде мұршасы болмады. Бар ойы Мәуленмен кездескен түнін, сымбатты денесі, құшағы, ыстық ернін ойлап ұйқыға кететін. Мәулен болса, уайымы жоқ, әкесі бәрін шешіп қойды. Оқуы да дайын тұр. Әкесі әлде қашан ең мықты университетті дайындап қойған. Ғашықтықтан балбұл жайнаған қызының жүзін көрген ана, сен қызға не көрініп жүр? Тым көңілдісің ғой. Апа, тестке дайындалып жүрмін. ұбт-ды жақындап келеді. Көңілімді өзім көтермесем, кім көтереді? Іштей анасына жалған сөйлегені үшін тілін тістеді. Санаулы күннен соң ұбт да болды. Толғанайдың дайындығы аз болғандықтан бір сабақтан екілік алды. Жылады, өкінді. Қанша өкінсе де пайда жоқ. Ата-анасы да ақылы оқуға шамасы жетпейді.
мәуленмен кездескенде құшағында қайғырып тұрды. Ғашығының мұңды жүзіне шыдамаған жігіт: «Жаным, үйленейікші, әкемізді оқытады. Болса да бір-бірімізді сүйеміз» деп асығыс шешім қабылдады. Келесі жылға қалып қоятыны, әрі ауылда жүрсе басқа біреу алып қаша ма деген үрей, не десе де сүйіктісінің жанында болатыны Толғанай үшін дұрыс шешім сияқты болып көрінді. Сол түні екі ғашық ешкіммен ойласпай бір бүтін болуға келісіп, мәулен Толғанайды үйіне апарды. «Мам, пап, келін әкелдім». Қуанған ұлының сөздері әке-шешесінің төбесіне найзағай түсіргендей. «Есің дұрыс па сен баланың? Бесіктен белің шықпай жатып, үйленбейсің, қайдағы тақыр кедейдің қызын әкеп». «Мам, пап, олай демеңдер. Мен ол қызды сүйем. Кедей ме, басқа ма, онда шаруаларың болмасын. Келіспейді екенсіңдер, сүйіктімді аламын да бұл жерден кетемін, немесе Толғанайдың үйіне барып тұрамын». Ұлының мына сөздерінен қорыққан ата-ана амалсыз келісуге мәжбүр. Таңертең қызының үйде жоқ екенін білген ана жүрегі тоқтап қала жаздады. Бар ойы қызының өліне өзіне қол жұмсаған деген ой шарлап барады. «Ойбай, үйде Толғанай жоқ, қораны қараңдар» деп жылаған күйі отыра кетті. Жүруге аяғын басалар емес. Қызының еш жерде жоқ екені одан әрі ананың уайымын үдете түсті. Бір кезде үй телефоны шыр ете қалды. Көршісі екен. «Ей, қызың қашып кетіпті ғой. Дайындал, кешірімге әкімнің туыстары бара жатыр». Мына сөзді естіген ана есеңгіреп: «О, тоба, мына қыздың қылығын-ай». Жаңа ғана уайымнан не істерін білмей отқан ана ендігі ашуға булығып: «Шашыңды жұлып, қолыңа бермесем бе, оңбаған қыз». Үйден шығып, ашулана жұлынып шыққан Толғанайдың анасын көршілері, абысындары алдына шығып: «Ау, келін, құтты болсын, қызыңның салымы бар екен». Бірі қызғанышпен айтса, бірі шын көңілмен айтып жатыр. Ашулы тұрған ана: «Ол оңбаған қыздың шашынан сүйреп алып келем» деп қатулы қабақпен бәріне қарады. «Қой, ұят емес пе? Дырдай әкімнің құдағиы болайын деп жатсың, бармайсың, жеңгелерін ғана жібер». Үлкендер жағы да кеуде айтып жатыр. Олардың сөзін елемей долдана қызына келді. Бәріне ашулы жүзбен қарап, айғайлап ішке де кіріп: «Ей қыз, шық үйден, үйленген сенің не теңің?» деп қызының бетін шапалақпен тартып жіберді. Көрген жұрт: «Қарағым, екі жас өз қалауымен үйленді» деп жарыса айтып жатты. Сонда да анасы Толғанайды сүйрелеп жатқанда мәулен ортаға түсіп: «Біз некесіз түнді өткізіп қойдық. Енді Толғанайдың менің ғана жарым болуы тиіс» деп жалған айтты. Амалсыз келіскен ана ұяттан өртене үйден қалай шыққанын білмей қалды. Қызының осы отбасына емес, өздері секілді қарапайым отбасыға келін болғанын қалап еді. Анасы үшін байлық емес, қызының бақытты болған еді. Оны түсініп жатқан ешкім жоқ. Бәрі сыртынан кедейдің кербесінен сақтан деп осыған айтқандай. Өзінше бәлсініп қойылым қойғанын қарашы. Жалғыз қыз тек сонда бардай. Бүгі өсек ауыл ұзынағаштарының ауыздарына толғанша айтқан шығар. Мәуленнің әке-шешесі келінін жақтырмаса да амалсыз шыдап жүрді. Жас келін қолынан келгенше жүгіріп, қанша жағынса да жылы жүзбен қарамады. Мәулен екеуінің ғашықтық махаббаттары одан әрі лаулай түсіп, әлемдегі ең бақытты жұптар болып күндер де өте берді. Оқуы да жақындап келеді. Мәулен әкесіне: «Пап, Толғанайды да бір оқуға түсірсең, біз қалада оқығымыз келеді». Мына сөзді естіген анасы: «Ох, оңбаған, біліп едім. Саған ақшаға бола тиген сұмырай неме. Қуғын қарашы». «Мам, не деп тұрсың? Мен айтып тұрмын,
дегенді естіп тұрған Толғанай намыстанып жылап жіберді. Мәулен, менің оқығым келмейді деп бөлмесіне кіріп кетті. Мәуленнің әкесі, енді оқуда орын жоқ, келесі жылы көрерміз деп жалған айта салды. Әйтпесе бір қоңырау шалса жетіп жатыр. Оқу да басталып, Мәулен сұлу келіншегімен оқуға келді. Әкесінің арнайы дайындап қойған пәтерінде емін-еркін тұрып жатты. Екі жастың бақытты өміріне кішкене сәби де қосылды. Жүкті келіншегіне көп көңіл бөлетін Мәуленнің қуанышында шек жоқ. Арада 10 жылда зулап өте шықты. Бұл уақытта Толғанай мен Мәуленнің қызы ұлы аралас 4 бала дүниеге келді. Ыстық махаббатпен басталған өмір Мәуленнің бастық болғаннан кейін өзгере бастады. Бұрынғы ғашықтық сезімде, сыйластықта бәрі ғайып болғандай. Үйдегі балаларының шуынан, әйелінің толықсып кеткен мүсінінен жалыққан Мәулен жұмысындағы хатшы Ләйлямен әуей болғаны қашан. Толғанай сезіктеніп ұрыс шығарғанда Мәулен, балаларыңды ал да үйден кет. Сені ешкім ұстап тұрған жоқ. Айғайлап айтқанда Толғанайдың жүрегі сыздап қоя берді. Әлі де күйеуін өлердей сүйген әйел балаларын да әкесіз өсіргісі келмеді. Күйеуінің көңілдесін аңдып жүріп, талай ұрсып-та, жалынып та жүрді. Бірақ Ләйла некесіз әйел, яғни тоқал болып алды. Неше түрлі әдіспен енді Толғанай тұрып жатқан зәулім сарайда тұрамын деп талай Толғанайға хабарлама жазуда. Кейіпкер Толғанай: бұл Ләйладан қалай құтылсам болады екен? Күйеуімді өзіме қалай қаратсам екен? Сіздер маған ақыл-кеңес беріңіздерші, деп сөзін аяқтады. Ал оқырмандар, комментарийге жаза кетіңіздер.